Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нәсіпқали Назерке. Бұл Қазақстан тарихы бойынша екінші СРС жұмысы. Жалпы менің таңдаған тарихи шығарма ол бізде Әбіш Кекілбайұлының Үркер романы. Үркер романы бізде жалпы 4 бөлімнен тұрады. Ол бізде тығырық, елшілік, арбасу және айқас. Жалпы Әбіш Кекілбайұлының Үркер романы ол бізде 17-18 ғасырлардағы қазақ тарихына арналған оқиғалар. Жалпы қазақ хандығының тарихи жағдайына, кіші жүз ханы Әбілқайыр ханның саяси билігі кезінде және қазақтардың осы жоңғар шапқыншылығынан кейінгі әлсіреген жағдайын сипаттайтын шығармалардың бірі. Жалпы негізгі берілген тарихи оқиғаларға келетін болсақ, қазақ руларын бір орталыққа біріге алмай, қазақ руларының бір орталыққа бірікпеуі жайлы және де осы ел ішіндегі сұлтандар мен билер арасындағы алауыздықты және де Әбілқайыр ханның осы жоңғар шапқыншылығынан қатты қысым көрсетуінен кесірінен Ресейдің бодандығына түсу жайлы жалпы негізгі тарихи оқиғалар осы болып табылады. Келесі ол бізде шығарманың идеясына келетін болсақ, шығарманың идеясы қазақ халқының тағдырына әсер ететін маңызды тарихи шешімнің қабылдануы. Яғни ол бізде елдің бірлігі мен келешегіне деген жауапкершілік болып табылады. Шығармада бізде философиялық мүдделермен қатар саяси мүдделердің сабақтастығы көрінеді, яғни бір-бірімен байланысы. Жалпы тарих сахнасында әйгілі біздің сұлтандар мен хандардың шынайы бейнесі көрінеді, және де осы тұлғалардың жеке мүдделері мен саяси мүдделердің екеуінің қатар жүруі көрінеді, және де осы ұлт болашағы үшін алаңдау, маңызды саяси шешім қабылдау сәттері көрінеді. Келесі кейіпкерлердің терең талдауға көшетін болсақ, романдағы маңызды кейіпкерлердің бірі ол кіші жүз ханы Әбілқайыр хан болып табылады. Әбілқайыр ханның романдағы рөлі ерекше, оны романда қайшылықтарға толы тұлға ретінде сипаттайды. Бірде ол айлакер саясаткер болса, бірде ел тағдыры үшін уайымдаған жан, бірде ол халықты өз соңынан ерткен қолбасшы, бірде билікте тұрған жалғыз тұлға ретінде көрсетіледі. Шығармада оның бейнесін, яғни оның мінезін психологиялық түрде өте күрделі болып көрсетеді. Яғни эпизодтардың бірінде ол осы Ресейге елшілік жіберу кезіндегі оның ішкі уайымын мына эпизодтан білсек болады. Яғни шығармадан үзінді келтіретін болсақ, ол хан ордасына тыныштық жоқ, шешімнің салмағы жүрегімді қысып барады. Ал бір жорық үстінде Әбілқайыр хан сарбаздарын жігерлендіріп, елді ел еткен елдің қайраты емес, бірліктің қадірі деп айтып кеткен болатын. Яғни Әбіш Кекілбайұлы оны кейде сыртқы дүниесі тас жүрек адам ретінде болса, ішкі уайымы оның қатты, яғни ел үшін, осы тәуелсіздік үшін жіберген рөлі өте ерекше болып келеді. Соны осы жолдардан көрсек болады. Романдағы келесі кейіпкерлердің бірі ол бізде Бөгенбай батыр. Романда Бөгенбай батыр тек қана батыр ғана емес, халықтың сөзі мен намысының өкілі ретінде көрінеді. Яғни жоңғар шапқыншылығы кезінде ол ауылды қорғаған эпизодтардың бірінде өзінің қайсарлығын көрсетеді. Әбілқайыр ханға кітаптан үзінді келтіретін болсақ, елді аманды сақтаудың жолын бірге табайық хан ием деп айтқан болатын. Яғни осы сөз оның әділдігін, сыпайы, қайсар мінезін көрсетеді. Романда қазақ билері де сипатталады. Автор билер институтының күшін осы қазақ қоғамындағы әділеттілік пен қайсарлықтың символы ретінде көрсетіледі. Билер осы халықтың демократиялық өкілдері, халықты тыңдаушылар ретінде, олардың дау-дамайларын шешуші ретінде көрсетеді. Және саяси жағдайды түсіне отырып, осы әрқайсысы өзіне әділ шешім қабылдайтын тұлғалар ретінде көрсетіледі. Және де шығармада әйелдердің рөлі ерекше, себебі осы шығармада әйелдердің бейнесі, осы жесір әйелдер, жоңғар шапқыншылығынан кейін қалған күндер, құлдар, яғни қазақ қыздарын жоңғарлар келіп құл ретінде алып кеткен эпизодтарда көрінеді. Және де осы жесір әйелдер, аналар,
барлығы осы көшпелі қоғамның бір мүшесі ретінде сипатталатын болатын. үркер романының тығырық бөлімінде осы жоңғар шапқыншылығының орнаған сәті баяндалады. Сол кезде қазақ әйелдерінің сол кездегі көрінісі, ол бізде осы жоңғарлар келіп ауылды тасталқан етіп, яғни әйелдер мен ерлерді бөліп, әйелдерді адам секілді емес, тауар секілді қарастырған кезеңдерде болды. Себебі олар осы жоңғар ерлеріне құлдыққа беріліп, болашақ жоңғар ұрпақтарын туушы, тек қана туу үшін ғана алынатын құл ретінде сипатталатын болған. Шығармада салт-дәстүрге ерекше мән беріледі. Яғни осы хан алдындағы сөйлеу тәртібі, орналасу тәртібі, үлкенге деген құрмет, кішіге деген ізет, барлығы кейіпкерлердің сөз сөйлегендерінен де көрінеді. Яғни жиын жасау және жиын алдындағы ақсақалдардың сөздері, мысалы бісміллә деп бастайық деп сөз беретін болған. Және де батырларды ұлықтау дәстүріне ерекше мән беріледі бұл романда. Себебі бұл осы жаугершілік заман болғандықтан және романның өзі тарихи болғандықтан жоңғар шапқыншылығына бастаудың алдын осы батырларды ұлықтайтын рәсім болған. Яғни жорықтың алдында біздегі бөгенбай батыр осы өз батырларына бата беретін болған. Мысалы оның кітаптан бір үзіндісі: жалғыз оқ жаудан қорғасын, ел жұртыңа қорған бол деп оларды ұлықтайтын болған. Келесі ол бізде осы қазіргі күнге дейін жеткен қазақтың дәстүрлері, құдалық, қыз ұзату, осы билердің шешендік дауы, дауласу мәдениеті, жалпы қазақ қоғамының идеалды түрі, яғни хан, билер, сұлтандар, осы шешендер секілді солардың барлығының көрінісін көрсетеді. Және де бұл шығармада қазақтың жиындарына өте көп мән беріледі. Себебі осы айтып кеткендей, үркер романының екінші бөлімінде Мартөбедегі жиынды өте жақсы сипаттайды. Ол кезде жоңғар шапқыншылығының ондай қатты кезең емес еді, яғни жаугершілік шапқыншылықтар ондай көп болмаған еді. Сол кезде барлығы осы Мартөбенің бойында жиналған болатын. Сол кезде қазақтың қазақ екенін білгің келсе, халық екенін білгің келсе, мамыр өте Мартөбеге кел деген сөз сол кезде қалыптасқан болатын. Яғни 40 күн тойлатып, әр күні той-думан, қыз келіншектер жиналып, батырлар жиналып, күш сынасып, барлығы сол жерлерде өткен болатын. Және де осы қазақтың негізгі болмысын осы жиындар арқылы көрсеткісі келген автор. Және де осы жоңғар шапқыншылығы басталғаннан бері, Мартөбе жағын жаулап алғаннан бері барлық жиындар, той-томалақ барлығы Түркістан жағында болғанын көрсетеді. Бірақ ол кезде Мартөбедегідей үш таудың етегінде емес, қаңыраған далада болады деген автордың сөзі бар. Келесі тақырыпша ол бізде шығармада алынған танылатын, яғни танымдық жаңалықтар. Мен үшін танымды болған жаңалықтарға тоқталып кететін болсақ, бұл романдағы сол кездегі, яғни 18 ғасырдағы қазақ елінің, қазақ хандығының күрделі саяси жағдай болып табылады. Яғни тек қана саяси жағдай ғана емес, әлеуметтік те, рухани болмысы да сол жағдайларды қарастыратын болсақ, ең алдымен шығармада қазақ саяси жағдайын негізгі тарихи оқиғалар 18 ғасыр аралығында болған болатын. 18 ғасыр қазақ хандығы үшін қауіпке толы кезеңдердің бірі болып табылады. Себебі жоңғар шапқыншылықтарынан қатар башқұрт, қалмақ шапқыншылықтары, хиуа, бұқара хандықтарының шапқыншылықтары, сондай-ақ Ресей мен Қытай елінің осы қазақ хандығына көз тігуімен де өте қауіпке толы болып табылады.
осы Ресей империясының қазақ даласына енуінің тарихи алғышарттары романда өте жақсы көрсетіледі. Себебі негізгі романның ең маңызды оқиғасы ол бізде осы кіші жүз ханы әбілқайыр ханның 29 старшынмен бірге осы Ресей империясына ант қабылдау осы ең маңызды оқиға болып табылады. Және де осы патша үкіметі өзінің отаршылдық саясатын өте жеңіл жүргізілгенмен, яғни ең басында ашық жеңіл жүргізілген, яғни тек қана дипломатиялық қатынастар, сауда-саттық, елшілік қатынастар ғана болатын болса, соңынан күрделене түскенін байқай аламыз. Және де романда көшпелі қоғамның негізгі ішкі көрінісін көрсетеді. Яғни біз тек қана қазақ хандығының былай сыртқы көріністерін, яғни жалпылама білетін болсақ, ал жалпы нақтылай бұл романда ішкі жағынан көрінеді. Яғни хандардың өз ой-пікірлері, яғни хан, сұлтан, билердің, батырларының ішкі күйзелістері, отан алдындағы борыштары, солардың барлығы, ара қатынастары барлығы тікелей көрінген болатын. Және де әбілқайыр туралы қалыптасқан бір жақты пікірлер мүлдем әсерленеді. Себебі көп жағдайда ол өз елін сатқын ретінде, орыс еліне бодандыққа жол ашып берген хан ретінде көп жағдайда солай көрінеді. Келесі ол бізде тәуелсіздік ұғымының тарихи мәні мен күрделілігін түсінген болатынмын. Яғни бұл романды оқи келе ұлт тағдыры ешқашан қарапайым бірізді зат емес екенін, яғни ұлт тағдырын шешу үшін бір ізді шешіммен анықталмайтын, әрбір таңдаудың артында бір себеп бар екенін көрсетіледі. Яғни бір тұлғаның қателігі немесе таңдауы бүкіл халықтың тағдырын шешетін көріністері бар. Яғни автор шығармадағы оқиғаларды ақ-қараға бөлмей, керісінше осы әр оқиғаның артындағы себепті, яғни таңдаудың күрделілігін көрсеткен болатын. Осы арқылы біз тарихты біз эмоциялар арқылы ғана емес, тарихты түсіну үшін эмоция ғана емес, яғни парасаттың қажет екенін түсіне аламыз. Тәуелсіздік ұғымының тарихи және де өте күрделі екенін бұл роман арқылы түсінуге болады. Яғни мен үшін бұл романда болған ең басты жаңалық ол бізде ұлт тағдыры ешқашан қарапайым бірізді шешімдермен шешілмейтін, яғни әрбір таңдаудың артында бір себеп бар екенін көрсетіледі. Яғни бір тұлғаның қателігі немесе таңдауы бір үлкен ұлттың тағдырын шешілетінін көрсететін оқиғалар бар. Және де автор шығармадағы оқиғаларды осы ақ пен қараға бөлмейді. Керісінше әрбір таңдаудың артында бір себеп бар екенін, оны таңдап жатырған адамның ішіндегі әлеуметтік, психологиялық тұрғыда айтып көрсетеді. Осы арқылы біз тарихты тек қана эмоция ғана емес, парасаттылықпен түсіну керектігін көрсетіледі. Жалпы осы романды оқыған кезімдегі сезімдерімді айта кететін болсам, бұл шығарманы оқыған сәтімде ішімде бір ауырлық сезінген болатын. Яғни тарихи шығарманың ауырлығын түсінген болатын. Ауырлық деп отырғанымыз тарихи шығарманың жазылу тілі ғана емес, осы тарихтың ауырлығын, жүректе бір ауыр салмақ пайда болған, яғни сол кездегі қазақ ұлтының тағдырына, яғни амалсыздығына, яғни сол кездегі жаудың көптігінің амалсыздықтан Ресейдің бодандығына түскеніміз, оның барлығы маған өте ауыр болды. Және де достарыма ұсыну себебім бұл шығарма нағыз тарихтың белгісі. Себебі бұл шығарма арқылы өзімізге көп түсіне аламыз. Тек қана тарих жөнінде ғана емес, әрине тарихи тұрғыда бұл өте күшті шығарма деп айтсам болады. Себебі
нақты тарихи оқиғаларды, яғни бұның ішінде кіші жүздің Ресейге қосылуы және де жалпы хандар жайлы, сол кездегі қазақ хандары, қазақтың тұрмысы, 18 ғасырдағы тұрмысы жайлы көп түсінігі аламыз. Бірақ тек қана бұны емес, бұл психологиялық жағынан да өте рухани дамуға өте жақсы болатын шығарма. Себебі айтып отырғандай, Әбіш Кекілбайұлы өзінің кейіпкерлерін өте шебер сипаттаған, яғни оларды психологиялық түрде, әлеуметтік түрде өте жақсы сипаттаған болатын, және де өз-өзіңді түсінуге, немесе сол кездегі 18 ғасырдағы адамның болмысын түсіну үшін бұл кітап өте жақсы деп санаймын. Және де автор жайлы, осы Әбіш Кекілбайұлы жайлы бір-екі сөз айта кететін болсам, Әбіш Кекілбайұлы бізде 1939 жылы Маңғыстау өңірінде дүниеге келген, және де 2015 жылы дүниеден озған. Ол қазақтың көрнекті жазушысы, абыз тұлғасы, қоғам қайраткері болып келеді, және де қазақ әдебиетіне, осы тарихи проза жанрына жаңадан дем алып келген адам ретінде айта аламыз. Себебі осы тек қана үркер шығармасы ғана емес, басқа да тарихи көркем шығармалары да өздерінің оқырмандарын тапқан автор. Өйткені Маңғыстау өңірінен болғаннан да кіші жүз жайлы көбірек ақпарат біліп, кіші жүздің ханы Әбілхайыр туралы өте жақсы көрнекті шығарма жазған авторлардың бірі. Ертеңіне күндіз билер шақыртып жатыр деген хан ордаға барып еді. Табалдырықтан енді аттай берген Тевкелевке жан-жақтан алара қарасты. Тевкелев тәкаппар басып төрге озды. Ашудан жарылып кете жаздап отырған билер оған дүрс қоя берді. Сені мұнда кім шақырды? Біздің жұртымызға неге келдің? Тевкелев аспай-саспай сөз бастады. Мені мұнда өздерің шақырдыңдар. Ақ патшаға елші жібердіңдер деп сендерді қыстаған ешкім жоқ. Орыстың қол астына өз еркімізбен бағынамыз деген өздерің. Сол уәделерің бойынша мені осында жұмсап жібердім. Қалған хабарды анау Құттымбет пен Сейітқұлдан сұраңдар. Ақ патшаға бағынышты болғандарың не талап етілетіні соларға айтылған. Мұнаны естіген билер енді Әбілхайырға жабылады. Билермен ақылдаспай тұрып, хан ешқашан шешім қабылдамайды деген ата-баба жолы қайда? Орысқа бағынамыз деген сөз біздің аузымыздан қашан шығып еді? Ата дәстүрін аттап, қарауындағы жұртпен ақылдаспай басқаға бодан болғысы келген ханның қандай жазаға бұйырылатынын неғып білмейсің? Ханның онсыз да сұп-сұр жүзі сілтіге салған сүйектей қурап кетті. Жартылай жұмсақ көздерін жарқыратып ашып алды. Жанарында қылыштың жүзіндей суық жылт оянды. Жә, жоламаңдар түге, деп зекіре тіл қатып. Елбасына күн туса хансың ғой, алдымызға түс деп жағалағанда жақсысыңдар. Ал хан екенімді деп бірдеңе істей алсаң болды, өстіп әрқайсысың әр шалғайымнан тістелеп шыға келесіңдер. Сонда менің хан болғаным қайсы? Хан екенім рас болса, қол астымдағы жұрттың қамын қайтып ойлаймын. Көздерің көрмей ме? Иесі бар жылқының басы бағулы, жемі салулы, сусыны қанулы, күн суытса сауырына жабу жабылады, балшыққа батса үсті-басы жуылады. Ал иесі жоқ түзде жүрген тарпаң ше, оның қай жайы болып жатыр? Аң көрсе атып алғысы кеп тұрады, адам көрсе тартпа басы салғысы келеді де тұрады. Менің қол астында халықтың көрген күнінің сол тарпаңнан несі артық? Тарпаңмын деп бет-алды құла төзге тасырлап жүргеннен бір халықтың аузы күйсе қазақтың аузы күйетін болған шығар деп ойладым да, ашықсам жем, тоңсам жабу салатын ие іздедім. Ондай иені таптым. О, анау ақ патша. Айтқанымды қабыл алып елшісін жіберіп отыр. Мен міндетімнен құтылдым. Басқаларымыздай басымызға пана, иінімізге ық, арқамызға сүйеу керек дейтін болсаңдар, маған еріп, мына келіп отырған елшіге ант бересіңдер. Ал сол баяғы өз құйрығымызды өзіміз тепкілеп жүргенімізге мәз бола береміз десеңдер, біз борбайымыздағы бөрі тістеп, бір борбайымызда жаудың тұзағы қармап, сол баяғы сүрген дәурендеріңді сүре бересіңдер. Өз басым ондай тірліктен мезі болып біттім. Өлтірсеңдер өлтіріңдер, аңмен аң болып арпалысып өткеннен гөрі қара жердің астында аяғымды еркін созып тыныш жатқаным жақсы. Ханның шамына тигендер масайрап отырған билер тағы да Тевкелевке бұрылды. Біз ханға орыспен тату-тәтті тұрайық, одақтас болайық деп елші жібер дедік. Бірақ бағынамыз, басыбайлы бодан боламыз деген жоқпыз. Оны шығарып жүргеннің өзі. Енді міне сен келіпсің. Қазақтардың қандай жұрт екенін, ғаскерің қандай екенін біліп алуға келгенің бірден сезіліп тұр. Жансыз екеніңді айтпай көріп отырып, еліңе қайдан аман-есен жіберіп салайық.
Саған қандай жаза қолданылатынын мына бүгінгі жиын шешеді. Үй толы жұрттың біразы бастарын изесіп қауқылдасып қалды. Тевкелевтің екі жауырынның арасынан мұздай тер шыққандай болды. Екі шықшықты солқылдап қоя береді. Көзі Бөкенбайға түсіп еді, батырдың беті қапаратып буырқап отырған екен. Тевкелев енді не болса да тайынбасқа бел буды. Ағайын, деді жұртқа көзін бір қыдыртып. Жаңылмасам сендердің халқыңның аяз биді әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сөз бар екен еді. Сол сөздердің шығарған мақалды өздерің ұмытып қалғандарыңа қайран қалып отырмын. Сендер орыс мемлекетін кім деп ойлайсыңдар? Құлмен де құтанмен де одақтас болып, оған не көрініпті? Ресей аясын тітірердей айбынды елге одақтас бол дегенге аузарың қалай барады? Жапан түзде аң мен аң боп жортып жүрген жабайы халықты Ақпатша одақтас қып қайтеді. Ондай елмен тату-тәтті тұрамын деп уәде бере алмайды. Үйтіп алтын басын қорғалмайды. Өйтетінде қырғыз қайсақ Ресейге не істей алады деп қорқсын. Ал Ресейге келсек, оның өз түгілі қол астындағы бағынышты халықтардың өздері ақ қырғыз қайсақтарының төбелерін жай түскендей жаратып келе алады. Бір жағында қалмақ, бір жағында башқұрт, бір жағында Сібір қалалары, бір жағында жайық қазақтар. Қауқарларың кімге жетеді деп кіргиесіңдер. Ертеңіне күндіз билер шақыртып жатыр деген хан ордаға барып еді, табалдырықтан енді аттай берген Тевкелевке жан-жақтан алара қарасты. Тевкелев тәкаппар басып төрге озды. Ашудан жарылып кете жаздап отырған билер оған дүрс қоя берді. Сені мұнда кім шақырды? Біздің жұртымызға неге келдің? Тевкелев аспай-саспай сөз бастады. Мені мұнда өздерің шақырдыңдар. Ақпатшаға елші жібердіңдер деп сендерді қыстаған ешкім жоқ. Орыстың қол астына өз еркімізбен бағынамыз деген өздерің. Сол уәделерің бойынша мені осында жұмсап жібердім. Қалған хабарды анау Құттымбет пен Сейітқұлдан сұраңдар. Ақпатшаға бағынышты болғандарың не талап етілетіні соларға айтылған. Мұнан естіген билер енді Әбілқайырға жабылады. Билермен ақылдаспай тұрып, хан ешқашан шешім қабылдамайды деген ата-баба жолы қайда? Орысқа бағынамыз деген сөз біздің аузымыздан қашан шығып еді? Ата дәстүрін аттап, қарауындағы жұртпен ақылдаспай басқаға бодан болғысы келген ханның қандай жазаға бұйырылатынын неғып білмейсің? Ханның онсыз да сұп-сұр жүзі сілтіге салған сүйектей қурап кетті. Жартылай жұмсақ көздерін жарқыратып ашып алды. Жанарында қылыштың жүзіндей суық жылт оянды. Жә, жоламаңдар түге, деп зекіре тіл қатып. Ел басына күн туса хансың ғой, алдымызға түс деп жағалағанда жақсысыңдар. Ал хан екенімді деп бірдеңе істей алсаң болды, өстіп әрқайсысың әр шалғайымнан тістелеп шыға келесіңдер. Сонда менің хан болғаным қайсы? Хан екенім рас болса, қол астымдағы жұрттың қамын қайтып ойлаймын. Көздерің көрмей ме? Иесі бар жылқының басы бағулы, жемі салулы, сусыны қанулы, күн суытса сауырына жабу жабылады, балшыққа батса үсті-басы жуылады. Ал иесі жоқ түзде жүрген тарпаң ше, оның қай жайы болып жатыр? Аң көрсе атып алғысы кеп тұрады, адам көрсе тартпа басы салғысы келеді де тұрады. Менің қол астындағы халықтың көрген күнінің сол тарпаңнан несі артық? Тарпаңмын деп бет-алды құла төзге тасырлап жүргеннен бір халықтың аузы күйсе қазақтың аузы күйетін болған шығар деп ойладым да, ашықсам жем, тоңсам жабу салатын ие іздедім. Ондай иені таптым. О, анау Ақпатша. Айтқанымды қабыл алып елшісін жіберіп отыр. Мен міндетімнен құтылдым. Басқаларымыздай басымызға пана, иінімізге ық, арқамызға сүйеу керек дейтін болсаңдар, маған еріп, мына келіп отырған елшіге ант бересіңдер. Ал сол баяғы өз құйрығымызды өзіміз тепкілеп жүргенімізге мәз бола береміз десеңдер, біз борбайымыздағы бөрі тістеп, бір борбайымызда жаудың тұзағы қармап, сол баяғы сүрген дәурендеріңді сүре бересіңдер. Өз басым ондай тірліктен мезі боп біттім. Өлтірсеңдер өлтіріңдер, аңмен аң болып арпалысып өткеннен гөрі қара жердің астында аяғымды еркін созып тыныш жатқаным жақсы. Ханның шамына тигендер мас айрап отырған билер тағы да Тевкелевке бұрылды. Біз ханға орыспен тату-тәтті тұрайық, одақтас болайық деп елші жібер дедік. Бірақ бағынамыз, басыбайлы бодан боламыз деген жоқпыз. Оны шығарып жүрген өзі. Енді міне сен келіпсің. Қазақтардың қандай жұрт екенін, ғаскерің қандай екенін біліп алуға келгенің бірден сезіліп тұр. Жансыз екеніңді айтпай көріп отырып, еліңе қайдан аман-есен жіберіп салайық. Саған қандай жаза қолданылатынын мына бүгінгі жиын шешеді. Үй толы жұрттың біразы бастарын изесіп қауқылдасып қалды. Тевкелевтің екі жауырынның арасынан мұздай тер шыққандай болды. Екі шықшықты солқылдап қоя береді. Көзі Бөкенбайға түсіп еді, батырдың беті қапаратып буырқап отырған екен. Тевкелев енді не болса да тайынбасқа бел буды. Ағайын, деді жұртқа көзін бір қыдыртып. Жаңылмасам сендердің халқыңның аяз биді әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сөз бар екен еді. Сол сөздердің шығарған мақалды
өздерің ұмытып қалғандарыңа қайран қалып отырмын. Сендер орыс мемлекетін кім деп ойлайсыңдар? Құлмен де құтанмен де одақтас болып, оған не көрініпті? Ресей аясын тітірердей айбынды елге одақтас бол дегенге ауздарың қалай барады? Жапан түзде аң мен аң боп жортып жүрген жабайы халықты ақпатша одақтас қып қайтеді? Ондай елмен тату-тәтті тұрамын деп уәде бере алмайды. Үйтіп алтын басын қорғалмайды. Өйтетіндей қырғыз қайсақ Ресейге не істей алады деп қорықсын. Ал Ресейге келсек, оның өзі түгілі қол астындағы бағынышты халықтардың өздері-ақ қырғыз қайсақтармен төбелерін жай түскендей жаратып келе алады. Bir жағында қалмақ, бір жағында башқұрт, бір жағында Сібір қалалары, бір жағында жайық қазақтар. Қауқарларың кімге жетеді деп кіргиесіңдер. Жаңа ғана қайнаған қазандай буырқанып отырған үй іші сілтідей тына қалды. Әбілқайыр хан ортаға озды. Ақ аттылас орамалдың үстінде құранды қолына алып, Ақпатшаның алдында айтқан сөзімді Алла алдында айтамын. Сөзім сөз, уәдем уәде деп маңдайдай тигізді. Сосын тілмаш ұсынған шиыршық қағазға мойнындағы дөңгелек күміс мөрін алып, бір түкіріп бісміллә деп баса салды. Дөңгеленіп түскен арабша жазудың қасына тевкелев орыс әрпімен бадырайтып, Әбілқайыр ханның мөрі деп жазды. Ханнан кейін құранға Бөкенбай батыр қол апарды. Бөкенбай батырдан кейін Есет батыр қол қойды. Есеттің орнына Құдайназар мырза барып тұрды. Олардан кейін кіші жүз бен орта жүздің кейбір руларының 27 биі ант берді. Қалған билер ант беріп жатырғанда тістене қарап біраз тұрды да сол тоңторыс қалыптары аттарына мініп аттанып кетті. Bir жағынан ант қағазға қойылып, екінші жағынан ант бергенге сый-сияпат үлестіріп тұрған Тевкелев іштей сынақ тиынға дейін шашау шығармай санап тұр. Бүгін небәрі 110 сом 60 тиынға тарту таралғы тарапты. Ал бұны ханды құран ұстап ант беріп жатқан билерді ала көздерімен атып атқа қонғандардың саны тіпті көп. Аяқ астынан үн-түнсіз қалғандарына, басқандарына, жер ойлардай боп нығыз атқандарына да, ерге қонғанда аттарын бүйірі солқ ете қалғандарына қарағанда әбден қандарына қарайып, іштерінен қап бәлем сендерді ма деп зіл жиып кеткендері белгілі болып тұр. Осыншама көп атты шұбырып шыққан үлкен ауыл өлік шыққандай үйдей болып, жым-жырт тыныштықтың құшағында мүлгіп қала берді. Иығынан жүк түскендей болып қоналқы үйіне көңілді келген Тевкелев есікті енді аша бергенде артына қарап еді, мойындарын омырауына алып асықпай аяңдап бара жатқан көкжиекті түгел көміп кетіпті. Арасында ат сіңе алмастай тығыз кетіп барады екен. Елшінің жүрегі мұздап қоя берді. Мынандай көп, мынандай айбарлы топ оны аман қоймаса, аман қоймайтын да раста шығар. Содан бір күн бойы ешқандай хабар шыққан жоқ. 2 күн бойы ешқандай хабар шыққан жоқ. 3 күн бойы ешқандай хабар шыққан жоқ. 4-ші күні солай да ал құлақтан тыныш құлақ өтті. Ал 5-ші күні қазанның 15-і күні таң атпай жатып хан ордадан баяғы бір орақ мұрын төлеңгіттің жалаңдап тағы жетіп келгені. Жалмаңдап біресе оң жағынан, біресе сол жағынан шығады. Өзі өзге қазақтарға ұқсамайды, кавказдықтарға келіңкірей ме қалай. Аты жөнінде қызық екен, Байбек Ағлұқ. Жылмаң түс неме есіктен аттай сайрап қоя берді. Ойбай елші мырза, анау күнгі көрместей болып кеткен қыңыр билердің қатары күн сайын көбейіп келеді. Олар біреу қорқытып, біреуді үркітіп, өз жақтарына шығарып жатыр. Хан айтады, бізде қол қусырып отырмайық деді. Ол жұртты қорқытып көндірсе, біз сый-сияпат таратып, көңілдерін аулап бағайық деді. Сосын сізге 60 аршын шұға, 50 аршын қырмызы, 20 мәлін, 40 құндыз, 20 илеген қызыл тері, 5 құлаш қамқа, 5 түлкі, 3 құлаш Қытай жібек беріп жіберсін деп сәлем айтты. Төлеңгіттің аузына жұқпайды. Тевкелевтің жыны келіп отыр. Ханға сәлем айта бар. Сұрағандарын бере алмаймын, өйткені соншалықты қыруар дүние менің өзімде де жоқ. Содан да тағы 2 күн бойы айналадан тас саңырау бейхабар болып жатып алды. Хан орда тым-тырыс, ең болмаса мата сұрап Төлеңгітте келмейді. 3-ші күні кешқұрым Бөкенбай батыр келіп, елшінің қасына қонып шықты. Өңшең шуылдықтардың өлтіреміз деген қорықпа, олар тулап әлі-ақ көнеді деді. Тевкелев оған тар күнде қол ұшын берген үшін алғыс айтып, ұлы мәртебелі патша ағзамнан алдындағы адал қызметі туралы тиісті орындарға жеткізуге уәде берді. Апырай, күн бүгін неткен тамақ. Желтоқсанның ортасы битіп сауыны болған биенің желіндей балбырап тұрмаушы еді ғой. Әнеугүні қарап тұрып ызғып тұрар. Қызыл үйіктің басында Құдайдың ұйытқыма шаңыты аяқ астынан сап болып басы қалып еді. Осының бәрі тегін дейсің бе? Істің оңға басайын дегені шығар. Құдай, мынау бейшара жұрттың күнде көлеткен көз жасын көрейін дегені шығар. Бұл осынша азап, осынша тауқыметтің бір басының бағы үшін тартып жүр ме?
ел үшін, халқы үшін өліп-өшіп жүрген жоқ па? Еліне не керек, не қардар екенін бір кісі білсе, осы-ақ білер. Сол білгендігінен осындай тәуекелге мінбеп еді. Қоянның құйрығындай күнде қыпылдап отырғанын, обал сауабының біреуге артып, тыныш отырғанын жөн көрмеп еді. Аз жұртта бір бой жетіп толықсып отырған қыз секілді нәрсе екен ғой. Оның да біреудің білегінен ұстамаса, күні қараң көрінетін еді. Әңгіме тек ол алжаспай кімнің білегіне ұстай білгенде, Құдай тек содан жаңылыстырмағаны болғаны. Түх, түн еткен қараңғы еді. Жұлдыздар да шілде ортасындағыдай шүпірлеп қалыпты. Анау темірқазық, анау жетіқарақшы, анау ақбоз, анау көкбоз, анау апырау, мынау ат құлағына арасынан қылаңытқан күлдей бозаң шоғыр үркер ғой. Жарықтық, бұдан ұсақ, бұдан солғын жұлдыз жоқ шығар. Бірақ соған қарамастан қаншама самалы шырақтар самсаған түнгі аспанда оның көзін бірден шалып тұрау. Осының сиқыры неде екен? Әлде жұп ажыратпай бірге туып, бірге бататында ма? Жұлдыз, екеш жұлдыз да неғұрлым саназ, неғұрлым жарығы солғын болған сайын жиі тұрмаса, көзге түсе алмайтындары білген ғой. Өздері неткен ыңғай төгеді. Жаздың жаңбырлы, құрғақ қыстың жайлы, жайсыз боларын жұрт осы үркерге қарап біле қояды. Бәрін алдын ала осы бір шөкім солғын шырақтар сезіп қоятындай. Бәлкім мынау бірін-бірін иықтап, бірін-бірін төбеден нұқып жатқан әумесер дүниеде аз халықтарға да осы үркер мінез керек шығар. Бәлкім олар да мынау ұйытқымасы көп аласапыран дүниеде тек үркерден тығыз тұрып, тау мен боранды үркердей алдын ала біліп, алдын ала ыңғайға аунап отыра алса ғана аман қала алатын шығар. Жол шыққанда үркердің маңдайынан туған жақсылықтарын жорамаушы ма еді? Үміт артсаң үркерге қара деуші еді ғой. Желтоқсанда да үркердің ат құлағын асып көтерілмегені алдағы қыстың жайлылығында шығар. Алдын жақсылықтан асқан бақыт бар дейсің бе? Үркердің қарсы алған туғанның маңдайын ашылайын дегені ме екен? Не болса да үміт бар ғой. Қаршада Ералы көз көрмеген алыс жолға сол үмітпен аттанды ғой. Бұрын қайда аттап басса да үрей анталап тұрмаушы ма еді? Жоңғар қайтер екен, қалмақ қайтер екен, башқұрт қайтер екен деп қаралай қыпылдап бітеуші ек қой. Енді не де болса бір үміт бар емес пе? Үрейден үміт қашанда жақсы емес пе? Ендеше мынау үркер де жақсылығымен туған шығар. Тек бұның тек мынау талайды көріп, талай тауға басын соққан көнтері жұрттың алдында ылғи осылай үміт шырағы туып тұрғандай хан ішінен жаратқан бұныңа да шүкір, тәубе тәубе деп сан рет қайталады.